Қазіргі таңда өзі адам бір материалдық жағдай болады ғой. Материалдық жағдай деңгейді шешкеннен кейін қайтсем елге пайдам тисе, халыққа пайдам тисе, қайтсем халыққа берсем деген сондай бір түйсін ой келеді екен де. Алла тағаладан солай берілген бәрімізге. Сондай деңгейге жеттіңіз? Аллаға шүкір жеттік. Қазіргі таңда соның арқасында 500 кәсіпкерді оқытып шығардық, 5 миллионер шығардым. Яғни қазақ аудиториясынан қазақша ойланатын, қазақша сөйлейтін жігіттер, қыздарды өзімнің білген опытымды, білімімді бәрін бере отырып, ол не только асхана саласына, кез келген бизнес. Мынандай ғой, кез келген бизнес бір ғана схемадан тұрады да. Сол схеманы егер сіз өте жақсы біліп алсаңыз, просто схеманы аласыз, любой бизнеске қоя бересіз, жұмыс жүре береді. Формула бәр жерде бір. Мен қазақ аудиториясын көтергім келеді, жаным ашиды да қазақ аудиториясын. Мен айтқым келгені, біздің кешегі билеріміз, Абай Құнанбаевтар, олардың ойлау қабілеттері, интеллекттері өте жоғары болған. Біздің қазақ халқының интеллекті өте жоғары негізі, IQ өте жоғары. Просто біз батпаққа батып көре алмай жатырмыз да көбісіміз. Солардың бүйтіп басын сәл шығарып көрсетіп жіберсек, олар ары қарай кетеді. Сол ғана мақсат, оларға көрсетіп жіберу.